Депутат Жаңбыршин Еділ Терекбайұлы. Құрметті төраға, Сіз өз түзетуіңіз бойынша ма? ЛГБТ-ні насихаттауды тыйым салатын норманың авторы ретінде сөз сұраймын сізден, процедура бойынша. Жақсы. Қадірлі әріптестер, бұл мәселенің қызу талқыланып жатқанына 5 жылдың жүзі болды. Дәл осы мінберден өзімде, әріптестерімде бірнеше рет депутаттық сауал жолдап, мәселені бүгі шегесіне дейін талқыладық. Бұл қасиетсіз топ, қасиетті күз үйімізде тайраңдап, ұлттық құндылықтарымыз аяққа таптады. Ұлттық фольклорымызда гомосексуализм бар деп тұтас халыққа жала жапты. Бұл бір. Екінші, тіпті мектептерге барып ашық әрі заңсыз пропаганда жүргізді. Үшінші, одан қалса Еділ Жаңбыршин, Асхат Аймағамбетов, Жанарбек Әшімжан, Ардақ Назаров, Елнұр Бейсенбаев пен Самат Мұсабаевқа ақпараттық шабуыл жасады. Біздің жеке басымызға өтіп келемештеді. Сол үшін арнайы контент әзірленіп таратылды. Бұл барып тұрған бассыздық. Заң шығарушы органның өкілдеріне қысым жасау, адам құқығын таптау. Төртінші, ең сорақысы, олар әлеуметтік желілер арқылы жыныс мүшелерін, сексуалдық қарым-қатынастарын ашық жариялап қана қоймай, қоғамда азғындыққа үндеп, кең ауқымда насихаттау жұмысын жүргізіп жатыр. Бесінші, бүгінге дейін ұлттық құндылықтарды жоюға бағытталған әсіре феминистік, ЛГБТ қауымдастығы арнайы жоспарлы түрде шетелден миллиондаған доллармен қаржыландырылуда. Бұл мен келтірген бірнеше ғана мысал. Әрине, бұған қарсы қоғам үнсіз қалған жоқ. Былтыр қоғам белсенділері e-petition кізі мемлекеттік платформасында ЛГБТ насихатына қарсы петиция жариялап, ол аз уақыт ішінде заңды түрде 50 мың қол жиналды. Бұл ЛГБТ-ні елімізге қажетсіз әрі жат құбылыс екендігінің, оған халықтың ашық қарсылығының анық көрінісі. Осы бойынша арнайы зерттеу ұйымдастырылып, оның нәтижесінде ЛГБТ пропагандасы жас өрендеріміздің психикасына тікелей әсер ететіні, олардың танымын сындыратын қауіпті үрдіс екені анықталды. Бұған қоса, халықаралық балалар құқығына қатысты стандарттарда осыған ұқсас талаптарды қамтиды. Біріккен ұлттар ұйымының бала құқықтары туралы конвенциясында және басқа да халықаралық құжаттарда мемлекеттерге баланың рухани, психикалық және физикалық жағдайына зиян келтіретін ақпарат пен материалдардан қорғау жөнінде нақты шаралар қабылдау міндеті жүктелген. Сондай-ақ 2022 жылы Қазақстан Женева декларациясына қосылып, онда әрбір дербес мемлекет өздерінің негізгі құндылықтарын, дәстүрлі отбасы институтын сақтау бойынша ұлттық саясатын жүргізуге құқылы екені айтылған. Бұл декларацияны ақш-тың өзі қабылдаған. Ең бастысы, Трамп осы декларацияны арқау етіп, бір жынысты некелерге шектеу қойып, енді Америкада тек әйел және ер жынысы болатын мәлімдеді. Арнайы жарық шығарды. Осыған байланысты бірнеше халықаралық ұйым Американың президентіне байланысты жоғарғы сотқа шағымданды. Дегенмен олардың ұсыныстары қабылданбай, жоғарғы сот Трамптың шешімін дұрыс деп есептеді. Осылайша біз түгілі Американың өзі ЛГБТ, трансгендер, бір жынысты неке сияқты теріс бағыттарда қоғамға жат деп таныды. Міне менің қолымда сол құжаттар бар, танысуға болады. Сондықтан біздің ЛГБТ насихаттауды заңмен шектеу бойынша қабылданып жатқан нормаларымыз кейбір халықаралық ұйымдар мен белсенділер айтып жүргенде ешқандай адам құқын шектеуге бағытталмаған. Тағы да айтамын, шектеуге бағытталмаған. Керісінше бұл нормалары дәстүрлі отбасылық институтты бұзудан және балалар мен жасөспірімдер деструктивті идеологиялардан қорғап, ұлттық қауіпсіздігімізді сақтауға, халқымыздың рухани иммунитетін нығайтуға септігін тигізеді. Жалпы бір мәселені ескерткім келеді. Ол барлық халықтарға әлемдегі ортақ қағидат. Өзіңнің ережеңмен басқа біреудің үйіне барма деген. Сондықтан дербес мемлекеттің ішкі ісіне араласуға, ең бастысы оның ұлттық заңдарына қысым көрсетуге ешқандай ұйымның құқығы жоқ. Ең бастысы бұл нормалар ұлттың мүддесін қорғауға бағытталған. Сондықтан әріптестерімізді осы заңды, осы нормаларды қолдауға шақырамын. Рахмет.